Елбасы өз жолдауында жастардың барлық санатын қолдауға арналған шаралар қабылдау керектігін тапсырып, 2019 жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынғаны белгілі. Елімізде қазірде бұл бағытта бірқатар іргелі істер атқарылып та жатыр. Мәселен, былтыр ашылған Алматы жастар ресурстық орталығына 30 мыңнан аса тәлімгер барып, біліктілігін арттырған. Бір шаңырақ астында жиналған өнер білімге құштар осындай жастармен тілшіміз Нұрлан Асқарұлы танысып қайтты. Гүлвира Асқарқызы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенті. Кәсіби музыкант болуды армандайтын тәлімгер тынымсыз еңбек етіп, көп ізденуді әдетке айналдырған. Біз жаз бойы осында дайындалдық, Алматы мюзик театры. Мен осы театрда актриса болып жұмыс жасадым. Біз үнемі осында дайындық жасаймыз, спектакльдерге дайындаламыз. Осы жастар орталығы студенттерге жан-жақты болуына әсер ететін орталық. Алматы жастар ресурстық орталығында 29 жастар ұйымы тіркелген. Солардың жұмысына қазір 30 мыңнан аса ынталы тәлімгер қатысады. Жастар ресурстық орталығы бойынша психолог маман істейді, юристтер істейді, жаңағы 40 аула клубтарымыз бар, құлақтары естімейтін балаларға, соларға жаңағы музыка арқылы, сурет арқылы жаңағы көмек көрсетеміз. Мысалы, әдебиет әлемі ұйымының мүшелері қабырғалы қаламгерлердің шығармасын талдап, көркем сөйлеуге үйренеді. Көптеген іс-шараларды өткізуге көмектесіп жатырмыз, сценарийді жазамыз, яғни біз жан-жақтылықты, креативтілікті өзімде дамытып жатырмын. Жастар орталығының табысты істері енді басқа да шалғай елді мекендер мен ірі қалаларда жалғасады. Оған Құндызай мен Гүлвира сынды тәжірибелі тәлімгерлерді қатыстырмақшы. Өйткені олар қоғамдық жұмыстарға белсене араласып шыңдалған. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.